Егерде алмаларыңыздың сұлбасы осылай болатын болса, құрылысы тез арада араласуды қажет етеді. Бір ұғып алатын заңдылық бар, біліп алатын. Жанама бұтақтарды алма көп салынады, жеміс көп болады. Сол үшін алмаларды біз жанама бұтақтарын жұмыс істеуіміз керек, былай өсуіне. Сол үшін біз дұрыс кесу жұмыстарын ұйымдастырмыз. Мынау сияқты болып тұрса алмалар, сонда жанама бұтақтарын қарату керек. Яғни бірінші мәселеде кесуден басталады, көктемгі кесуден. Содан жанына қарап өсетіндей. Егер болмаса былай тартып қойға да болады жерге. Жіппен, сыммен тартып былай. Өйткені жанама бұтақтарда ағаш жеміс көп болады. Өйткені бойы былай тұрған кезде бұтақтың сабақтар, бұтақтар, олар өсуді ғана ойлайды жоғары қарап. Жеміске емес. Вегетативке жұмыс істейді, генеративке емес.